Фильм кішкентай бала Стивтің Майнкрафттың тылсым әлеміне енген сәтімен басталады. Бұл негізгі әлемнің беткі қабаты, шексіз құмсалғыш тәрізді, ашылуды күтетін эпикалық оқиғаларға толы әлем. Стив бала кезінен ақ әлемдегі ең керемет шахтер болуды армандады. Зерттеу, салу, жасауға деген махаббаты оны алға жетеледі. Бірақ ол жергілікті шахтаға әр кірмек болғанда, қабағы қату бір қарт кісі жолын бөгейтін. Қатаң ереже бар еді, балаларға кіруге болмайды. Тек ересектер ғана. Уақыт өте берді, Стив ақыры ересек болды. Бірақ өмір ол ойлағандай болмады. Ол есік тұтқаларын сататын жұмысқа орналасты. Иә, күнде бір жұмыс, тұтқа сату. Өмірі босқа өтіп жатқандай сезінді. Бір күні жалғыз отырып түскі ас ішіп отырған кезде, ол балалық армандарын есіне алды. Жаңа жалынмен ол шахтаға қайта оралуды шешті. Бұл жолы оны ештеңе де, ешкім де тоқтата алмайды. Айтқандай ол жетті. Қарт әлі сонда болса да, Стив оны елемей, жан ұшырып қаза бастады. Сол кезде ол бір түрлі артефакт тапты. Бірі кристалл куб, екіншісі жасау кубы. Оларды біріктірген сәтте, бум, сиқырлы портал ашылды. Бұл мүмкіндікке толы әлем Averworld. Стив тіпті қызғылт қойға тап болды. Оның жүннен 3 тамаша иіс алып, өз арманның сәулетшісіне айналды. Саяхат кезінде Стив өзіне шабуыл жасаған жабайы қасқырға кезікті. Бірақ бір жамбас сүйегі арқылы оны қолға үйретіп, Деннис деп атады. Сол сәттен бастап олар ажырамастай дос болды. Бірге олар ғажайыптар жасады. Әлемді өз қалауларынша өзгертті. Тіпті жануарлар да бейбіт өмірге қосылды. Уақыт зымырап өте берді. Құрылыс, зерттеу, жаңалық ашу. Бір күні Стив ежелгі қирандыларды тапты. Ішінде мінсіз орналасқан сандық тұрды. Оның ішінен жаңа портал табылды. Бұл жолы портал Underworldке, яғни тозаққа апарды. Онда пиглиндер өмір сүреді. Ашкөз, аяусыз, шошқаға ұқсас тіршілік иелері. Олардың барлығы Мальгоша есімді күшті сиқыршыға қызмет етеді. Бұл шошқамыстан ауыр балалықтың кесірінен жамандық жолына түскен. Ол биші болғысы келген. Бірақ өз халқы оны мазақ еткен. Әкесі де оны қуып шығып, масқара деп атаған. Содан бері ол тек өшпенділікпен өмір сүріп келеді. Мальгоша жасау кубына әбден құмар болған. Ол оны пайдаланып, барлық әлемге билік жүргізгісі келді. Бірақ ақылды әрі батыл Стив одан шарды ұрлап шығып үлгерді. Ол оны Денниске беріп, бір ғана тапсырма жүктеді. Жерге оралып, ешкім ешқашан таба алмайтындай етіп жасыру. Деннис бұл тапсырманы мүлтіксіз орындады. Әлемдерден өтіп, ең құдіретті артефактіні Стивтің су төсегінің астына жасырды. Ол сол жерде тұрғанша, басты әлем қауіпсіз. Жылдар өткен соң, біз Гаррет Гаррисонмен танысамыз. Видео ойын әлемін төңкерген жас жігіт. Ол бір аркада ойында жұлдызға айналды. Қоқысты лазерлік дәлдікпен лақтыра білетін қабілеті арқылы қоқысшы лақапатын алды. Сол танымалдығы арқылы $1 миллион келісімшартқа да қол жеткізді. Бәрі бар еді. Бірақ бір күні оған үйінен шығару туралы ескерту келді. Тағдыр оны көкке шығарғандай тез жерге құлатты. Енді Гаррет, түксіз. Қайта аяққа тұру үшін ол бір жергілікті аукционға барып, ақшаға айналдыра алатын бірдеңе алуға тырысады. Сол жерде бір қызметкер оған көне, бірақ өте құнды болуы мүмкін артефакт туралы айтады. Қызығып, Гаррет келісімшартты жақсартса, қарап көремін дейді. Аукцион басталып, қысқа саудаласудан соң, Гаррет ол затты $900 алады. 6 ай ішінде төлеуге келіседі. Қорапты ашқанда, толық көңілсіздік. Бос сияқты көрінді, ол алданып қалғанын ойлап, ашумен қақпағын жапты. Бірақ шын мәнінде жасау кубы сол жерде тұрған. Тек көзіне түспеген. Жақын маңда тұрған біреу оның кедейлігін естіп, одан мұндай күмәнді аукциондардан ол жалы боламын деуді доғаруға кеңес бере. Сол уақытта біз Генри және оның әпкесі Наталимен танысамыз. Олар жақында анасы қайтыс болғаннан кейін қалаға көшіп келген. Натали өмірін қайта жолға қою үшін жалдау ақысын өтейтін қарапайым жұмыс тапты. Жаңа үйлеріне келгенде оларды мейірімді риэлтор Доун қарсы алып, жылы сөздермен дем берді. Келесі күні таңертең Натали Генриге таңғы ас дайындап, сыныптастарымен бөлісін деп пицца берді. Тіпті оған хош иісу да берді, сүйіспеншілігін білдіру үшін. Бірақ өзгеріспен қайғыдан әлі де есеңгіреген Генри көп рахмет те айтпай, мектепке кетіп қалды. Басқа жақта Гаррет дүкеніндегі ескі заттарды тазалап жатқанда, Генри кіріп келді. Бала қызығушылық танытып, пицца тіліміне кеңес сұрады. Гаррет өз-өзін өмір ойынның саудагері деп атайтын. Кеңесі $50 сағат деген қалжыңмен шынайы ақыл айтты. Достар, құрастырма ойын сияқты. Кейде барлық бөлшек бар, ал кейде жалғыз біреуі жетпейді. Толық сезіну үшін. Жалғыз өзің команда бола алмайсың, бірақ бір адаммен бәрін жеңуге болады. Шабыт алған Генри пиццаны қалдырып, мектепке бет алды. Мектепте ол директормен кездесті. Ол оған есім жапсырма берді. Сұхбат кезінде директор кенеттен күйеуімен неке өліп кеткенін, бірақ иттерді жақсы көргендіктен бірге тұрып жатқанын айтты. Кейінірек Генри сыныпқа кіріп, мұғалімі өмірін жек көретін, сарказмға толы адам оқушыларға шағымданды. Сабақ басталып, топтық жоба қолға алынды. Генри бір бөлшекті дұрыс қоймай,
реактивті рюкзак прототипі істен шықты. Осы кезде жақын маңда жұмыс істеп жатқан Натали құрылғының ғимаратына соғылғанын көріп, шошып кетті. Директор Генридің қамқоршысымен сөйлесуді талап етті. Алаңдаған Генри Гарретке қоңырау шалып, өзін ағасы деп көрсетуін өтінді. Гаррет оның $26 барын естігенде бірден келісті. Директорға түсіндіру барысында Генри дүкеннің артында тұрған кубты байқап, не екенін сұрады. Гаррет оны $95 сатып жатқанын, не істейтінін өзі де білмейтінін айтты. Кейін олар ескі қораптан нұсқаулық тапты. Бір ескерту ерекше үлкен әріптермен жазылған: ешқашан, ешбір жағдайда шар мен кристалл кубты біріктірмеңіз. Тіпті кедей болсаңыз да, ішінен қазына табам деп ашпаңыз. Әрине, екеуі қызығушылықпен бұл ескертуді елемей, не болатынын тексеруді шешті. Олар кубтың қандайда бір қуаты бар жоғын білу үшін ескі шахтаға аттанды. Олар өмірлерін мәңгілікке өзгертетін оқиғаны бастайтындарын білмейтін еді. Сол сәтте Натали Генридің үйде жоқ екенін байқайды. Қатты уайымдап, басқа амалы қалмаған соң, риэлтор Доунға хабарласты. Бақылау қосымшасының көмегімен Доун оның ескі шахтаны аралап жүргенін анықтайды. Бір секунд күтпей, олар сонда асыға жөнеледі. Барған сәтте олар бір түрлі қауіпті көрініске куә болады. Куб жарқырап, бір түрлі энергия шашып, Генриді өзіне тартып жатты. Бір сәт ойланбастан, бәрі оны ұстап алды. Сол сәтте бәрі де бірінен соң бірі порталға сорылып, Averworld әлеміне өтті. Жаңа әлемді көріп таң қалған Гаррет өзін 89 жылдан бері ойын аңызы деп таныстырды. Көп ұзамай олар қызыға қарап тұрған қызғылт қойға тап болды. Бірақ олар жалғыз емес еді. Порталдың ашылғанын байқаған бір ауыл тұрғыны да олардың артынан ілесіп, жерге өтіп кеткен. Сөйтіп екі әлемнің арасында жаңа тосын байланыс пайда болды. Ал сол кезде Нетудың сұрқай бос кеңістігінде пиглиндер алтын таба алмай әбден шаршаған. Мальгоша тағы да ашуға булығып, оларға өлімнен де жаман нәрсемен қорқытып жатты. Егер олар жақын арада баймаса, ол оларды шырынды шошқа етіне айналдыратын еді. Дәл сол сәтте ол сигнал қабылдады. Шардың порталы қайта іске қосыла бастады. Ол дереу Стивке қарай жүгірді. Ол әлі де оның тұтқынында еді. Ол шарды ұрлағанның Стив екенін жақсы білді. Көп шу шығармай-ақ ол оны босатты. Бірақ бір қатал шарт қойды. Егер ол сүйікті қасқыры Деннисті құтқарғысы келсе, оған тиесілі затты қайтаруы керек еді. Осы кезде Averworldте Гаррет қызғылт қойға қатты ұнауға тырысып, одан алтын табуға тапсырмалар сұрап, жалынып жүрді. Уақыт өтті. Ештеңе болған жоқ. Кенет еш күтпеген жерден қасқыр Деннис шапшаң келіп, айбынды ұлуымен қызғылт қойды шегіндіріп жіберді. Айнала тынышталып қалды. Бірақ ол тыныштық ұзаққа созылмады. Қорқынышты дыбыстар шыға бастады. Аңшы қаңқалар, алып өрмекшілер, зомбилер мен криперлер көлеңкеден шығып, толық күшпен шабуыл жасады. Бәрі жан ұшырып қашып жатқанда, Генри сасқалақтамады. Ол ақылын пайдаланып, блоктармен құрылыс жасап, өзгелерді қорғау үшін қорған салды. Ал Гаррет жасырынды. Бірақ бір крипер оның жанына жарылып, оны есеңгіретіп кетті. Оның айғайы оны әшкерелеп қойды. Сол сәтте зомбилер оны қоршап алды. Қағарлы сәтте қызғылт қой да тұтқынға алынды. Дәл уақытында топтың қалған мүшелері Гарретке көмектесуге келіп жетті. Күрес өте қатты болды. Сөйтіп жүргенде кенеттен Стив пайда болды. Нағыз қаһарман ретінде. Ол керемет шеберлікпен барлық жауды жойып тастап, бәрін таң қалдырды. Күн көтеріле бастады. Және дәстүр бойынша таңғы жарықта зомбилер жанып жойылды. Стив олардың жанына шар үшін келгенін айтты. Ол оларға ұсыныс жасады. Оларды жерге қайтаруға көмектеседі. Бірақ соның орнына шар өзінде қалуы керек. Кристалл кубсыз қауіпсіз қайту мүмкін емес еді. Сондықтан не оны қайтару керек, не жалғыз басқа жолды табу қажет болды. Осы уақытта порталдан өткен ауыл тұрғынын мектеп директорының джипі қағып кетті. Директор рульде отырып алаңғасарланған. Ұялғаннан және сотқа тартылам ба деп қорыққаннан, ол өзін сабырлы ұстамақ болды кешкі асқа шақырып. Қазір бәрі мені сотқа бергісі келеді. Бірақ сіз өте сыпайы адамға ұқсайсыз деді. Ал балалар жағы тыныш бір ауылға жетті. Ол жерде бейбіт және қызығушылығы мол тұрғындар өмір сүретін. Олар жаңа кейіпкерлермен танысты, аңызға айналған шошқа, даналамамен және ауылды абыроймен және күшпен қорғайтын үлкен темір големмен. Демалу үшін олар бәрі бірге қуырылған тауық етімен тамақтанды. Стив әрдайым абай болатын, ол тауықтың лаваның үстінде дайындалғанын, әлі де күйіп тұрғанын ескертті. Бірақ Гаррет әлсіздігін мойындағысы келмей, ескертуді елемей. Бір үлкен тістеп, бар ауырсынуға төзіп, өзін масқара етпеу үшін шыдап жетті. Тозақта Мальгоша ақылынан айырылып бара жатты. Үнемі сәтсіздіктен шаршап, ол өзінің әскеріндегі ең қуатты қолбасшыны шақырды. Чангас есімді, ең мықты және ирониялы түрде ең мейірімді пиглинді. Ол оған 4 бөтен адам. Мен оларға дөңгелектер деймін. Шарды ұстап жүр деді. Жіберер алдында оған ерекше тұмар, тозақ өсімдігін берді. Сол арқылы ол мен әскерлері зомби етке айналудан сақтанатын еді. Бәрі жеткілікті. Ол не болса да шарды қайтар, деп бұйрық берді. Ал Averworldте топ аңызға айналған сарайға қарай жол тартты. Сапар барысында олар Стивтің инвентарын ашты. Ол жерде құрал-саймандар,
құрылғылар және түрлі қызықты заттар толып тұрды. Сол жерден олар Эндер жемісін тапты. Бұл эпикалық затты лақтырсаң, кез келген жерге телепорттайды. Әрине, Гаррет қой, оны бірден пайдаланып жіберді. Оның жалғыз ғана жеміс екенін түсінбей. Кейін Стив оларға әлемнен алынған материалдар мен құралдар жасауды көрсетті. Шабыт алған Гаррет өзінің қаруын жасады. Бір түрлі ыңғайсыз болса да, бірдеңеге жарады. Ал Генри шынайы өмірдің қоқыстары мен Майнкрафт құралдарын біріктіріп, таңғаларлықтай пайдалы нәрсе жасады. Кейін Гаррет Стивті оңаша алып, әңгімеге тартты. Ол шардың ішіндегі жазбаны оқып қойғанын мойындап, онда айтылған қазына туралы сұрады. Стив ашығын айтты. Иә, ол алмаздардың қоймасын жасырған. Бірақ олар шахтаның тереңінде, сарайдан алыс орналасқан. Ол жерге жету үлкен қауіп. Бірақ Гаррет көзін тайдырмай қарап, алмаздар болмаса, шар да жоқ деді. Кен орындарынан кейін олар жолға шықты. Дәл сол сәтте Бум пиглиндер пайда болды. Генерал Чунгус өзін Стивке таныстырды. Сыпайы, бірақ мен сені бір сәтте өлтіре аламын дегендей үнмен. Әдеттегідей, Стив басқаруды қолға алуға тырысты, бірақ Гаррет аздап қызғанышпен және назар аударуды қалап, өзінің күлкілі қолдан жасалған қарумен Чунгусқа шабуыл жасады, және мүлт кетті, орнына Стивті соғып жіберді. Чунгусқа ешқандай зиян келмеді. Хаос басталды, барлығы шайқаста бөлініп кетті. Натали мен Доун бір топта болды, ал жігіттер Гаррет пен Генри бөлініп қалды. Бөлінер алдында олар сарайда кездесуге келісті. Қашуға көмектесу үшін Стив арнайы ұшу қанаттарын таратты, бірақ тек 2 жұп болды. Сондықтан күтпеген қадам жасап, ол Гарретті ұстап алып, бірге ұшып кетті. Бұдан кейін толық әуе қуғынысы болды. Олар қабырғалар арқылы зулап, өткір шабуылдардан қашып, жабайы трюктер жасап, пиглин армиясынан қашуға тырысты. Бір сәтте олар иықтап жатқан пандаларға толы тыныш алаңның үстінен ұшты. Жоғарыда болып жатқан ессіздіктен мүлде бейхабар. Ақырында Гаррет пен Стив суға түсу режимін іске қосып, көлге сәтті қонды. Бірде-бір сызатсыз. Жер бетінде мектеп директоры өзінің джипімен соққан ауыл тұрғынымен күтпеген кездесуде болды. Кешкі ас кезінде ол жаңа ғана ажырасқанын мойындады. Оның бұрынғы күйеуі мүлде мінессіз болғанын айтты. Бұл уақытта Аверварлдта Стив Малгоша туралы ашылып айтты. Бұрын ол әлемдік деңгейдегі биші болуды армандаған. Оның қозғалыстары тегіс, стильді, нетердің қатал дәстүрлерінен әлдеқайда алда болған. Бірақ әкесі оны қуып жіберді. Оның құмарлығынан ұялы. Осыдан кейін ол сұлулық пен шығармашылықтан мүлде бас тартты. Енді егер ол Орбаны алса, ол Аверворлдты барлық кінәсіз жаратылыстармен бірге жоймақшы. Бірақ Стив екіұдай болды. Ол өзінің сүйікті қасқыры Денниді құтқару үшін Орбаны қажет етті. Ол әлі де Малгошада тұтқында. Нетерде Малгоша ашулы болды. Чунгус сәтсіздікке ұшырады. Ешқандай шыдамдылық қалмады. Ол армиясындағы ең күшті қаруын, ұлы шошқаны босатты. Оны жаңа ғана ми имплантациялаған алып құбыжық. Ол соғыр ашумен оянып, бір сәтте генерал Чунгусты жаншып тастады. Содан кейін Малгоша терең, гүрілдеген дауыспен оған алғашқы бұйрығын берді. Бар, маған Орбаны әкел. Бұл уақытта қыздар Натали мен жылжымайтын мүлік агенті Доун күтпеген кездесуге тап болды. Олар Стивтің аңызға айналған қасқыры Денниспен бетпе-бет кездесті. Оны танып, Доун ақылды түрде оған сүйек ұсынды, оның сеніміне ие болу үшін. Қасқыр бұл қимылға әсерленіп, оларға жақындауға мүмкіндік берді. Оның Стивке тиесілі екенін біліп, олар Деннисті қадағалауға шешім қабылдады. Ол оларды топтың қалған бөлігіне апарады деп үміттені. Жер астында жігіттер ақыры бағалы алмаздар жасырылған тереңдікке жетті. Бірақ содан кейін Стив өзінің өткір кенші мұрнымен жағымсыз иісті сезді. Ол тым жақсы білетін иіс. Тозақтың айқын иісі. Бұл тек бір нәрсені білдіруі мүмкін. Ұлы шошқа осында. Стив уақытты босқа кетірмеді. Ол басқаларға алда қауіпсіз бөлме бар екенін айтты. Олар вагонеткаларға мініп, толық жылдамдықпен кетті. Бірақ дәл сол кезде жолдарды қуаттандыратын Редстоун таусылды. Вагонеткалар олардың Крипер фермасының дәл алдында тоқтады. Және дәл сол кезде ұлы шошқа пайда болды. Гүрілдеп, көбік шашып, ашулы. Бұрышқа қамалып, амалсыз қалған Стив пен Гаррет тәуекелді шешім қабылдады. Олар барлық криперлерді іске қосты. Бум! Үлкен жарылыс кенішті шайқалтты. Түтін мен қирандылар арқылы олар қашып кетті. Қауіпсіз, бірақ есеңгіреген, шиеленіс күшейді. Генри Гарретке ашуланып, алмаздарды жоғалтқанына ашуланды. Гаррет ашы және шаршаған, суық жауап берді. Маған сол алмаздар керек. Бұл менің кедейліктен құтылудың жалғыз жолы. Сен түсінбейсің, сен жай ғана баласың. Бірақ Генри оның көзіне қарап жауап берді. Иә, мен баламын. Бірақ сен жалғыз емессің. Мен сенің досыңмын. Гаррет үнсіз қалды. Генридің сөздерінен әсерленіп, бір нәрсе өзгерді. Жаңа байланыс қалыптасты. Бірге олар жоспар құра бастады. Сарайды тонау. Стивтің айтуынша, ғимараттың 3 деңгейі бар. Бірінші қабат соғысқа үйретілген ауыл тұрғындары күзетеді. Қатал тәртіпті, ешқандай нонсенс жоқ. Екінші қабат эвакерлер басқарады. Қараңғы мактар
таза қорқыныштарды шақыра алады. Жоғарғы қабатта Эндерман кристалы бар. Оны Эндерманның өзі күзетеді. Бір ғана қараумен өлтіре алатын сұмдық күшке ие. Әлі ештеңе істеп үлгермей жатып, ауыл тұрғындары ересектерді тұтқындап, жер астындағы төбелес клубына апарып тастайды. Бұл ешқандай ереже жоқ, жабайы шайқастар өтетін орын. Стив көлеңкеде жасырын қарап тұрады. Гарретті аренаға күштеп кіргізеді. Оның қарсыласы қанқұйлы, қанға тоймайтын тауықтың үстіндегі кішкентай зомби шабандоз. Күлкілі көрінгенімен, ол кішкентай жауынгер нағыз жаһаннамның өзі сияқты соғысты. Осы кезде Генри 3-ші қабаттағы сейфке жасырын кіріп кетеді. Бөлме қараңғы, қорқынышты. Онда Эндерман күтіп тұр. Шығатын жол жоқ. Генри алмаз қылышын мықтап ұстап, алға ұмтылады. Жекпе-жек өте қатал өтеді. Бірақ батылдығы мен шеберлігінің арқасында Генри жеңіске жетеді. Жеңісінің сыйы телепортация сферасы. Бұл сиқырлы зат оны бүкіл Оверворлд арқылы әп-сәтте тасымалдай алады. Тіпті мүмкін оның шекарасынан да асырып жіберер. Сарайдан шаршап шалдығып, бірақ миссияға өте жақын болып шыққан кезде олар ең қорқынышты сәтке тап болады. Малгоша, Пиглин сиқыршысы, Орптың сиқырлы исін пайдаланып, оларды тауып алады. Зұлым күлкімен ол жаратылыс кубы мен Эндерман кристалын тартып алады. Ешқандай шайқас, еш ескерту жоқ, тек менмендік. Ол көлеңкеге сіңіп, нетерге жоқ болып кетеді. Бәрі күйреген. Стив пен Генри қашуға тырысады. Заттарды қайта алу мүмкін емес. Бірақ Гарретт орында тұрып қалады. Ол көзі оттай жанып. Егер мен құлайтын болсам, онда сәнімен құлаймын, дейді. Сосын қолдарын көтеріп, уақыт хэви металға келді, деп айқайлап, алып жарылыс жасайды. Бұл соңғы құрбандық әрекеті Малгошаны дәл сол жерде тоқтату үшін. Жарылыстың толқыны бәрін шашып жібереді. Жігіттер жараланып, ес-түссіз күйде қирандылар арасында жатыр. Бірнеше сәттен соң Деннис Стивті тауып алып, оны оятады. Стив ақырын орнынан тұрады. Алыстан Генри қозғалады, ол жаралы, бірақ тірі. Қираған ортаның ортасында олар ерекше бір құрылымды көреді. Жайлы саңырау құлағы. Доун жедел баспана ретінде салған. Натали мен Доунмен қайта табысқаннан кейін топ бәрі бұрынғыдан да нашар екенін түсінеді. Қараңғылық бүкіл Оверворлдты жұтып жатыр. Малгошаның күші бәрін жалмауда. Енді оларда бір ғана таңдау қалды, шайқасу. Олар жаңа құралдарды дайындай бастайды. Мықты әрі ақылды. Генри телепортация сферасын ұстап тұрып, жоспар құрады. Ол темір големдерді жетілдіреді. Оларға супер жылдамдық модульдерін орнатады. Енді оларда нетер армиясымен соғысуға дайын ашулы, болаттан жасалған армия бар. Малгоша оларды көріп күледі. Големдер бірінші соққыны алмайынша шайқасқа кірмейді. Бірақ бір ақымақ Пиглин бірінші болып шабуылдайды. Осы бір соққы бәрін бастайды. Големдер ашуланып, соғыс басталады. Қапыда Малгоша өзінің ең қауіпті қаруын, ұлы шошқаны қайта шығарады. Бірақ ол мұны күтпеген еді. Батырлар өздерінің соңғы қаруын жасап қойған. Бұрын соңды болмаған, құпия қорытпадан жасалған. Одан да үлкен әрі күшті голем. Екі алып тіршілік иесі бір-бірімен соғысады. Бұл шайқас бүкіл әлемді шайқалтады. Сол кезде Стив Малгошамен бетпе-бет кездеседі. Ол басынан аяғына дейін қолдан ойылған алмас сауытпен киінген. Қолында алып алмас қылышы. Нағыз аңыз. Бірақ Малгоша саспайды. Оның қара сиқыры кез келген қылышты жеңе алатынын біледі. Басқа жақта Генри Орп билігіне қарай күресіп барады. Ал Натали жалғыз қалады. Ұлы шошқа големмен шайқастан босап шығып, Наталиге қарай шабуылдайды. Оның қашатын жері жоқ. Бірақ дәл сол сәтте төбеден бір дауыс естіледі. Бұл Доун. Ол бір төбенің үстінде тұрып, жапайы қасқырлар тобымен бірге. Қалай екені белгісіз, ол оларды біріккен күшке айналдырған. Бір ысқырықпен қасқырларды шабуылға жібереді. Қасқырлар мен ұлы шошқа арасында нағыз жабайы шайқас басталады. Осы кезде ұлы шошқа ашуға булығып, Генриге тура бағытталған жойқын сәуле жібереді. Ол соққы алады. Генри құлап түседі. Ұрыс алаңы үнсіз қалады. Бәрі қатып қалады. Түтін мен жалын арасынан кенеттен Гарретт пайда болады. Ол күлден тірілгендей қайта оралады. Генриді көтеріп, оны қауіпсіз жерге шығарып үлгереді. Бар күштерін жинап, батырлар қайта бірігеді. Олар Малгошаның қараңғы машиналарын қиратып, Орп билігін тікелей тозаққа лақтырып жібереді. Сол сәтте жарық қайта оралады. Оверворлд тыныстайды. Тепе теңдік қалпына келеді. Бірақ дәл Орп түсіп жатқанда, ұлы шошқа оны қағып алады. Бәрі бітті деп ойлайды. Бірақ сол сәтте соңғы күшпен голем шешуші соққы жасайды. Шошқаны ұрып, Орпты қайта тартып алады. Орп қайта қолда. Енді соңғы шайқас уақыты келді. Стив Малгошамен бетпе-бет шығады. Ол әлсіз, бұрышқа тірелген, жеңілген. Стив оның көзіне тіке қарайды. Бітті, сен жеңілдің, дейді. Бірақ ол әлі де айла жасауға тырысады. 3 рет жасырын қанжармен секіреді. 3 рет Стив тосып үлгереді. Стив шайқастың аяқталғанын біледі, бірақ оны өлтірмейді. Керісінше бұрылып кетіп қалады. Оны тірі қалдырады, жеңілісінің масқарасымен өмір сүру үшін. Қауіп жойылған соң, Стив топпен қоштасады. Ол Генриге қарап, қалғың келсе, саған Оверворлдта орын бар. Жаңа өмір бастай аласың, дейді. Бірақ Генри күлімсіреп, басын шайқайды. Мен үйге қайтамын, дейді. Стив шешімін құрметтейді. Ол Денниспен өзінің адал қасқырмен қайта қауышады. Бірақ сосын барлығын таңғалдырады. Ол Деннистің жанына отырып,
қарғыбауды доуынға ұстатады. Маған тыныш өмір керек. Саған да, дейді Стив жұмсақ жымиып. Сосын Гарретті құшақтап, сен нағыз досың әрі батырсың, дейді. Натали мен доуынға да батырлықтары үшін алғыс айтады. Олар бір-бірлеп портал арқылы өтеді. Стив те Аверворлдтағы тыныш өміріне оралғалы жатады. Бірақ бір сәтке кідіріп, айналасына көз тастайды, ойланады. Сосын жаңа шешіммен портал арқылы жерге өтеді. Күндер өткен соң бәрі өзгереді. Гаррет үлкен жетістікке жетеді. Оның дүкені енді нағыз танымал орын. Ол бизнес пен гейминг шебері. Топпен бірге олар өз бастан өткерген оқиғаларына негізделген жаңа бейне ойынды шығарады. Өмір тамаша. Доун жылжымайтын мүлікті тастап, шытырман оқиғаларға бет бұрады. Денниспен бірге жүрген ол қайда барса да көңіл көтереді. Оның жаңа ұраны көңілді біз әкелеміз. Натали өзін өзі қорғау мектебін ашады. Енді ол жергілікті батыр, қауымның мақтанышы. Генри ақыры реактивті сөмкесін іске қосады. Енді көкте ұшады, арманына жетті. Осылайша бұл хикая аяқталады. Титрдан кейінгі көрініс махаббат мектеп директоры мен деревня тұрғыны арасында гүлденеді. Енді ол еркін адам тілінде сөйлей алады. Ал ол деревня тілін меңгерген. Олар алғаш танысқан сол түннен бері оның ойында бір ғана нәрсе болған. Ол оның қолынан ұстап, бір тізерлеп тұрады да ұсыныс жасайды. Ол оған сөз салады. Осылайша хикая түбегейлі аяқталады.